етер, жасампаз жандарды тәрбиелейтін киелі де қасиетті ұя. Күн санап ақпарат кеңістігі өркендей түскен заманда жас ұрпаққа сапалы білім беру мұғалімнің, ұжымның бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып жұмыс істеуін талап етеді. Бүгінде бет бейнесін жаңа қырынан көрсетіп келе жатқан қаламыздың қақ төрінен орын тепкен алтын ұя мектебіміздің алғашқы іргетасы қаланып, 2000 жылдың 1 қазан айында есігі айқара ашылды. Мектебіміздің білім сапасы жылдан жылға көтеріліп, оқушыларымыз шыңдалып келеді. Қазіргі технологияның қарыштап дамыған заманында бүгінгі білімнің көкжиегіне қол созған оқушыға сапалы біліммен қоса жаңа заманның білім шыңына жетелеу ол әрине ұстаздың міндеті. Бүгінгі ұстаз озық тәжірибені терең меңгерген, өзін күн сайын шығармашылықпен дамытып отырған тұлға. Әрбір ұстаздың мақсаты біреу. Ол оқушыға білім беріп, сауаттандырып, үлкен өмір жолына аттандыру. Бірақ заман өзгерді. Заманға сай, соңғы технологияны терең меңгеріп, білім беру жүйесін қазіргі ұстаздар жаңаша форматта жүргізуде. Қазіргі ұстаздың цифрлық сауаты анағұрлым артып келеді. Оны оқушылар іспен дәлелдеп отыр. Себебі әр оқушы түрлі білім платформалардан қажетті ресурстарды ізденіп, мағлұмат алуда. Жаңа заманның білімге құштар оқушылары үшін сабақтар әртүрлі қызықты, оқушының талғамына сай әдіс-тәсілдермен өтеді. Осындай терең тәжірибемен қаруланған бүгінгі ұстаз ертеңгі болашаққа жарқын сәуле сыйлайды. Білімнің шыңына шығу үшін шәкірттерімен бірге бір кемеде жүзген ұстаз, ол қашанда халық мақтанышы.
Армысыздар, құрметті ұстаздар, ардақты ата-аналар, білім құмар оқушылар. Баршаңызды мектебіміздің 20 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Қайырлы күн, достар. Мектеп дәстүрі тамырларымен тереңге кеткен бақша іспетті. Құдіретті ағаштардың бұтақтары білімге құштар шәкірттер тәрізді көкке ұмтылады. Ал бұтақтардың шиеленісе өрілуі адами қарым-қатынастардың қырын сырын еске түсіретін желіні құрайды десем де қателеспес едім. Иә, дұрыс айтасың. Аяулы мектебімізді қандай нақыл сөзбен өрнектесек те жарасады. Ендеше назарларымызды экранға аударайық. Жалпы мектебіміздің алғашқы кіріптасын қалаған директорымыз Сәрсенбай Меңжанұлына құттықтау сөз кезегін ұсынамыз. Назарларыңыз экранда болсын. Студияға шақырып сұхбат алғандарыңызға рахмет. Көптен бері мектепке келмей жүрген, мектеппен сіздермен кездесіп жатырмыз. Бұрын бастап осы жұмыс істеп кеткен мектебімді көріп жатырмыз, өте қуаныштымыз. Енді азғантай уақыттан кейін осы қазан айының 1 жексенбісі мұғалімдер күні, ұстаздар күні. Біздер енді әр уақытта ұстаздарға тек қана жақсылық, саулық тілейміз. Енді көптеген мемлекетіміз ұстаздарға қазір президент талаптар да қойып жатыр, мүмкіндіктер де туып жатыр. Еңбекақыларын көбейтіп жатыр жыл сайын. Жаңа айтып кеткен мұғалім мәртебесі жөнінде уже белгіленіп, ол да өзінің жұмысы несін заңдылығын іске асырып жатыр. Сондықтан біріншіден саулық берсін мұғалімдерге, баршаңыз коллективке мен тілейтінім жұмыстардың нәтижелі болсын дегім келеді. Енді оның сыртында жаңағы үлкен мереке осы мектептің гимназияның 20 жылдығы күні кеше ашылған сияқты 20 жыл толып жатыр. Яғни осы еліміздің тәуелсіздігінің жылдарының ішінде ашылған мектеп, қиындықпен ашылған мектеп, оны коллективті бәрі түсініп жүру керек. Сондықтан тек қана алдағы уақытта жетістіктерге жетулеріне шығармашылық жұмыс тілеймін. Баршаңызға саулық. Сәрсенбай Меңжанұлы, жүрек жарды тілегіңізге алғыс айтамыз. Ең алғаш мектебіміз ашылған тұста сіздің еңбегіңіз көп болды. Өзіңізге тек зор денсаулық, мол бақыт, қажымас қайрат тілейміз. Оқушыларымыздың келесі өнерін өзіңізге арнаймыз. Бәрекет, олай болса сахнада мен елімнің ертең әнімен Қуат Естөре, Қайырғали Алмас, Нұртілек қызы Жансая, Кеңесова Тамирис, Тасқалиева, Аяжанды қошемет құрметпен қарсы алыңыздар. Сені мерез беліңді, айны шақыр көліңді, ардақтайын әрқашан, асқар таулы төріңді. Елім, жерім, жердің көргемін, күн білетін күйін шертеді, торқалы жер туған елімді.
елбасымыз үшін маңызы зор айтулы мереке. Осы мерекеге білім осаған зор үлес қосқан, гимназия деңгейіне жеткізіп, 17 жыл мектебімізде директор болған Ақжарқын Мөтеғұлақызының құттықтауына назар аударайық. Қазіргі таңда Ақжарқын Мөтеғұлақызы қаламыздың білім беру бөлімінің басшысы. Білікті көшбасшымызды үнемі мақтан тұтамыз. Ақжарқын Мөтеғұлақызына еңбекте шығармашылық шабыт, толағай табыс тілейміз. Құрметті енді 4-ші мектеп гимназиясының енді Дінмұхамбет Қонаев атындағы жұмысшылары, ұстаздар қауымы, оқушылар, ата-аналар, сіздерді мектебіміздің 20 жылдығымен ұстаздар күні қарсаңында құттықтауға рұқсат етіңіздер. Мектебіміздің осы 20 жыл кезеңде мектепті басқарып, осы мектептің алдыңғы қатарлы мектептер болуына жұмыстандым. Менің еңбегімді, істеген істерімді бәріңіз куәсіздер. Енді алда уақытта әрине ең бірінші оқушыларымызға тілегім келеді. Мынандай қазір елімізде болып жатқан індетке байланысты ауру сырқаудан бәріңіз аман болыңыздар. Қазір сіздерге барлығыңызға да қиындық болып жатқан болар. Себебі қашықтан оқыту ол енді жалпы білім алу үшін, достарыңызбен, сыныптастарыңызбен қарым-қатынас жасау үшін, мектептің мұғалімдерін көзбен көру үшін ондай білім алғанға жететін нәрсе жоқ. Бірақ енді бұл сондай қауіпсіздік негізінде алынып отқан шара. Соған қарамастан әрқайсыңыз өзіңіздің жүрегіңізбен, өзіңіздің жан дүниеңізбен мен дұрыс білім алуым керекпін, осы жағдайға қарамастан деген бір тілек болсын, жақсы білім алыңыздар, дендеріңіз сау болсын, аман есен мектебімізге мұғалімдеріңізбен көрісетін күндеріңіз жақын болсын. Осы 20 жылдың ішінде сіздердің апаларыңыз, ағаларыңыз мектептің осы үлкен мәртебесін көтере білсе, сіз әрқайсыңыздың жүрегінде осы мектептің мәртебесін көтеру үшін мен не істеуім керекпін, қандай нәтиже жасауым керекпін, қандай жұмыспен айналысуым керекпін деген жаңа сұрақ болу керек. Соған жете білу керексіңдер. Олимпиададан болса да, ғылыми шаралардан, жобалардан болса да, тәрбие бағытындағы жұмыстар болса да, осы бағыттағы өздеріңіздің қызығушылықтарыңызға сай білім алып, тәрбие алып, үлкен жетістіктерге жетіңіздер. Енді ұстаздар қауымына әрине мектебіміздің қазір рейтингіден 5-те тұр соңғы 10 жылда. Сол рейтингіден түспеу үшін ең бірінші сіздерге дендеріңізге саулық, шығармашылық табыс, әрқайсыңыз өзіңіздің сыныбыңыздағы оқушылардың жүрегіне жол таба біліңіздер. Сол оқушылардың қандай қызығушылықтары бар, қандай шығармашылыққа бағытталған, соның кілтін таба біліңіздер. Осы оқушыларымыздың барлық қабілеттен аша білсеңіздер, оқушылар үлкен жетістіктерге жетеді деп есептеймін. Осы жолда ұжым болып бірлесіп, жаңалыққа құмар болып, өзіміздің мектебіміздің жаңағы айтып өткен жаңағы дәстүрлер дейміз, бір-біріне жанашу, бір-бірін қолдау. Осы қазіргі заманда ол жетіспей жатады ұжымда. Соны ары қарай жалғастырып, мектептің қалыптасқан мәдениетіне сай, жоғарғы жетістіктерге жетуге бірге жұмыстарыңыздар мектеп әкімшілігімен, мектеп басшысымен, ата-аналар қауымына да мектепті қолдап жүріңіздер. Мектепке енді алла қосып барлығы ретке келетін болса, мектептегі әрбір шараға қатынасып, балаларыңызбен ұстаздарыңыздың арасындағы дәнекер бола біліңіздер. Келген 20 жылымыз құтты болсын. Алдағы бұл да енді тарихта қалған мектептің жетістікке толы жылдары. Алдағы жылдарымызда да мектебімізде тек қана жетістіктер болсын, үлкен биіктіктер болсын, белестер болсын. Мен сырттан отырып әрине мектебімнің жетіп жатқан жетістіктері болса, әрине үнемі қуанып отырамын. Сондықтан мектеп ұжымына тек қана жақсылықтар, үлкен жеңістер, амандықтар көріскенше. Мөтеғұлақызы республикалық, халықаралық деңгейде мектебімізді жай өңіріне паш етіп жүрген Айкөркем би ансамблінің шашбаулым биін өзіңізге арнаймыз. Ендеше Айкөркем би ансамблінің қошемет құрметпен ортаға шақырамыз. Жетекшілері Сандуғаш Қаршығақызы, Ботагөз Маратқызы. Қошемет құрметтеріңіз.
Тілектеріміз көп болсын. Енді ортаға мектеп гимназиямыздың директоры Тілегенова Бибігүл Сауырқызын шақырамыз. Құрметті ардагер ұстаздар, мұғалімдер және оқушылар. Биылғы оқу жылы мектебіміз үшін ерекше жыл болды. Ерекше болатындығы мектебіміздің 20 жылдық мерейтойы. Қаламыздағы ең үздік білім ордаларының бірі осыдан 20 жыл бұрын оқушыларға құшағын айқара ашқан еді. Бұл мектеп өткеніміз өнеге, күткеніміз келешек дегенде жас ұрпақтың жүрегіне ыстық сағынышын ұялатып, білім мен тәрбие нұрын таратумен келе жатқан білім ұясы. Сіздерді осы 20 жылдық салтанатты мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Тарих үшін бұл бір сәт қана, ал көптеген мектеп бітіруші түлектерге, ұстаздар мен оқушыларға бұл естен кетпес оқиға. Өйткені мектеп тек қана білімнің баға жетпес, қайнар көзін ашып қана қоймайды. Ол әрбір адамның жеке тұлға болып, елінің патриоты болып қалыптасуына үлкен ықпал етуде. Ұлы Абай тек қана сана, ғылым, ерік және ұят адамның мәртебесін көтереді деген болатын. Осы құндылықтарымыздың, қасиеттердің іргетасы мектепте қаланады. Және алдағы өмірге деген талпыныс пен жетістіктерге жетелейтін де осы білім ордасы. 20 жыл білімнің қара шаңырағы үшін аз уақыт болса да, мектебіміз үлкен белестерді бағындырып келеді. Оның дәлелі жай ғана орта білім беретін мектептер қатарынан ұстаздардың жоғары кәсіби біліктіліктермен оқушылардың республикалық, облыстық білім және спорт, шығармашылық сайыстарының жетістіктерінің нәтижесінде мектеп гимназия статусын иеленді. Мектептің мәртебесін одан әрі асқақтатқан жағдай Дінмұхамед Қонаевтың есімінің берілуі. Ұлы тұлға, қоғам қайраткері. Оның есімі оқушылар үшін ұлағат және тәрбие. Сонымен қатар мектептің қала, облыс көлемінде ең үздік білім ұйымы жүлдесінің иеленуі де аталған жетістіктер мен мектеп мұғалімдерінің ерен еңбектерінің нәтижесі. Әр шәкірттің жүрегіне жол тауып, асқақтаған арман қиялына жан бітірер, санасына ақыл ұялатып, жаңа өмір жолына жол сілтеген, мейірім шуағын аямаған, бала жүрегінде тұлғалық табиғатын мәңгілік қалдыра алған ұстаздар қауымына қошеметпен ықыласымызды білдіреміз. Мектептің мәртебесі асқақтап, талантты да талапты шәкірттеріміз көбейе берсін. Мектеп қабырғасындағы аянбай еңбек етіп жүрген ұстаздар, еңбектеріңізге жеміс шығармашылық тілеймін. Мектептің 20 жылдық мерейтойында мектебімізде 20 жыл еңбек етіп, білім нарымен сусындатқан ұстаздарымыздың да есімдерін атап кетпеске болмайды. Бұл ұстаздарымыздың әр кезде де сый құрметке лайық. Ендеше мектептің құрмет грамотасы. Құрметті Қарагойшина Гүлбану Женесовна, сізді білім ордамыздың мерейтойымен қатар келген 20 жылдық еңбек өтіліңізбен құттықтаймын. Ұрпақ тәрбиелеу жолындағы толымды еңбегіңізге алғыс айта отырып, отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілеймін. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген ұлы Абай бабамыз ұстаз болашақ азаматтарды ғана емес, бүкіл болашақ қоғамды қалыптастырады. Қоғам мен адамзат алдындағы өлшеусіз еңбек қызығы мен шыжығы қатар жүретін ұстаздық жолыңыз тек өрлеу мен өсуге басталсын. Құрметті грамотасы Нұрикешева Айгүл Сагидолиевна.
енді өзіміз әріптестеріміз үшін айтайын. Осы 20 жыл мектеп жұмыс жасап келе жатқан, жаңа айтқандай әнұранымыздың сөзімен ән жазған Калиев Қоблан Балтаевич келіп тұрыңыз. Қоблан Балтаевич. Сен ақылымен беріп жүрген Сетимова Ляззат Галимовна. Галиев Қайрат Сатқанович, 20 жыл біздің осы мектебіміздің барлық санитарлық, гигиеналық тазалығына, мектебіміздің 20 жыл бойы көркейіп өсуіне, осылай көркейіп тұруына осы кісінің әрине Русанова Дариға Сайфеденовна. Шахина Ляззат Губайдулиновна. Жексенгалиева Гүлсім Жауарбекқызы. Жексенгалиева Лолита Талаповна. Идена Светлана Сансбаевна. Нуртазина Гульсара Мухаммедкалиевна. Нурмуханова Шаркнай Сапаровна. Жангалиева Майя Канаткалиевна. Танабаева Акмарал Нәсіпқызы. Сонымен қатар мектебіміздің мәртебесін көтеріп, өз білімдерімен, шығармашылықтарымен, дарындылықтарымен көрініп жүрген көшбасшы оқушыларымыз да мол. Солардың бірнешесі барлық мектептің 20 жылдық іс-шараларына белсене араласып, өз шығармашылықтарын танытты. Сонымен қатар мұғалімдер арасындағы да өткен үздік цифрлық сабақ атты байқауында белсенділік танытып, басты жүлдеге ие болған үшін биология пәні мұғалімі Шиганбаев Ерекен Өмірзақұлы мектептің мақтау қағазымен марапатталады. Мектептің мақтау қағазымен мектебіміздің 20 жылдық мерейтойына байланысты мектебім қуанышым тақырыбында 5-11 сынып оқушылары арасында өткізілген мектебім мақтанышым атты сурет байқауында белсенділік танытып, басты жүлдеге ие болған үшін 7-ші Е сынып оқушысы Асылбекова Ақерке марапатталады. Мектебім қуанышым тақырыбында өткізілген
мектебіме қалам тербетсем атты эссе байқауында белсенділік танытып басты жүлдеге ие болған үшін 9 Г сынып оқушысы Сарсенғали Гүлім марапатталады. Мектебім қуанышым тақырыбында өткізілген мектебім жұмақ бағым құтты мекен атты мәнерлеп оқу сайысында белсенділік танытып басты жүлдеге ие болған үшін 7-ші Д сынып оқушысы Мұхтарова Румена марапатталады. Мектебім қуанышым тақырыбында өткізілген мектебім жұмақ бағым құтты мекен атты мәнерлеп оқу сайысында белсенділік танытып басты жүлдеге ие болған үшін 4-ші Г сынып оқушысы Орынбасар Кәусар марапатталады. Мектебім қуанышым тақырыбында өткізілген жеңісімді мектебіме арнаймын атты шашкі байқауында белсенділік танытып басты жүлдеге ие болған үшін 5-ші Д сыныбының оқушысы Ахметов Алдияр марапатталады. Мектебім қуанышым тақырыбында өткізілген жеңісімді мектебіме арнаймын атты шашкі байқауында белсенділік танытып басты жүлдеге ие болған үшін 5-ші Д сыныбының оқушысы Макарло Диас марапатталады. Мектебім қуанышым тақырыбында өткізілген жеңісімді мектебіме арнаймын атты шашкі байқауында белсенділік танытып басты жүлдеге ие болған үшін 5-ші Д сыныбының оқушысы Али Алан марапатталады. Мектебім қуанышым тақырыбында өткізілген мектебім туралы не білемін атты тарихи лотода белсенділік танытып басты жүлдеге ие болған үшін 9-ші А сыныбы марапатталады. Мектебім қуанышым тақырыбында өткізілген гимназияның 20 жұлдызы атты бағдарламасын жоғары деңгейде жүргізіп, белсенділік танытқан 7-ші Ж сынып оқушысы Мұхит Амина марапатталады. Мектебім қуанышым тақырыбында өткізілген гимназияның 20 жұлдыз атты бағдарламасын жоғары деңгейде жүргізіп, белсенділік танытқан 7-ші Б сынып оқушысы Тыналиева Асем марапатталады. Марапаттарыңыз құтты болсын. Ұстаздар, оқушылар. Алдарыңызда дуэт ардақты менің ұстазым Халел Аделя Басбек Бейбарыс. Қошемет құрметтеріңіз. Білім теңізге
Қазақтың менің ұстазым, білімнің ашты есігін, арманға мені жетелеген ұстазым. Аяулым менің ұстазым, өнеге бердім өмірге, арманға мені жетелеген сенсің. Алыстағы атыраптан мұнарлана көз тартатын асқар таулары мен белдері, сылдырап аққан өзен көлдері, жусаны мен ізені тербеле сахарадай сар даласы бар. Қойнауы толған кең қазынаға толы кең байтақ Қазақстан кез келген адам баласын тебірентпей қоймасы анық. Бұл менің отаным, менің тәуелсіз Қазақстаным. Әрине, бүгінгі жас ұрпақ біздер бақыттылармыз. Солай емес пе? Иә, дұрыс айтасың. Бақытты жас ұрпақ олар біздер. От жүректі, көзі ашық, көкірегі ояу, еліміздің болашағы жалынды жастар. Жанын пида еткен бабаларымыздың аманаттап, мирас етіп қалдырған елін, жерін шұбарламай, аман қалпында келесі ұрпақтарға табыстайық. Күніміз шуақты, халқымыз қуатты болып, көк туымыз көк аспанда мәңгілік қалықтасын. Олай болса, қуанышқа ортақтаса келген бақытты ұрпақтың ән шашуын қабыл алыңыздар. Сахнада Есірке Бекет, қазақтың ұлымын әнімен. Қарсылай. Болмай ұлтымның, ұсақталмауға ұмтылдым. Құлы болмаған құлқымның, пейіл қымбат жұртымның. Мен қазақтың ұлымын. Шуан төккен ғаламның, шұғыласынан жаралдым. Миллиондарға сатылмас мейлі қымбат анамның, мен қазақтың ұлымын. Елім деп туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат, әлемнің қисаң барлығын бәрібір туған жер қымбат. Елім деп туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат, әлемнің қисаң барлығын бәрібір туған жер қымбат. Мен қазақтың ұлымын, мен қазақтың ұлымын. Жұлдызын жисан ғаламның, жұпар қымбат талымның, найзағай болып кетермін намысы үшін бабамның. Мен қазақтың ұлымын, құндылығының нәрімен, ауылым қымбат жаныммен, байлығы тұрса басқалар, бауырым қымбат бәрінен. Мен қазақтың ұлымын. Елім деп туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат, әлемнің қисаң барлығын бәрібір туған жер қымбат. Елім деп туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат, әлемнің қисаң барлығын бәрібір туған жер қымбат. Мен қазақтың ұлымын, мен қазақтың ұлымын. Елім деп туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат, әлемнің қисаң барлығын бәрібір туған жер қымбат. Елім деп туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат, әлемнің қисаң барлығын бәрібір туған жер қымбат. Мен қазақтың ұлымын, мен қазақтың ұлымын. Жадыра ханым, сіз жалпы өмірді қалай елестетесіз? Өмір сіз үшін не? Өмір мен үшін театр, ал біз оның актерлары іспеттіміз.
Бәрекелді, керемет ұтым жауап. Олай болса, біздің мақтанышымыз болашақ Қазақстанымыздың актерлерін ортаға шақырым келіп тұр. Жетекшісі Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі актриса аудармашы Эльмира Жұмажанқызы Макашева мектебіміздің жас актерлерін қошемет құрметпен сахнаға шақырамыз. О жарандар, бізге назар салыңдар. Мерейлі мектеп 44-20-ға толды, қарандар. 44-тің құтты болсын мерейтойы, ұстаздардың орындалсын арман ойы. Гимназияның тасы өрге домалап, асқақтасын алтын ұя мерейі. Достым, мына тарихи тұлғаны таныған шығарсың. Әрине досым, қазақтың маңдайына біткен ұлы тұлғаны танымау мүмкін емес. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев. Я, бұл тарихи тұлғаның біздің мектеп гимназияға берілгені үлкен мәртебе. 2020 жылдың ақпан айының 8-ші жұлдызында Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атамыздың есімі ресми түрде беріліп, мәдени шараға өңіріміздің зиялы қауымы, ұстаздар, оқушылар қатысып, зор қуанышқа ие болғанымыз рас. Достым, бұнымен біткен жоқ. Мектеп гимназиямыз сонау 2000 жылдары 5 қазан күні қазақ орта мектебі болып ашылған шақта Қазақстанның халық жазушысы, жерлес ақын Қадыр Мырзаәлі құрметті мейман болып таба тіреген еді. Дұрыс айтасың, ол туралы мектеп тарихынан оқып білгем. Алғашқы білім ордамыздың табалдырығының лентасын қиып, есігін мұғалімдер мен шәкірттерге айқара ашып бергенді. Бұл алтын әріптермен жазылған тарих. 20 жасқа жеткенін, екі белес өткенін құшақ жайып қарсалар, мейірбанды мектебім. 20 жасқа жеткенін, екі белес өткенін құшақ жайып қарсалар, мейірбанды мектебім. Сахнада Сәбит Аружан туған ел әнімен қарсылайық. Бақытты балалық
Мектебіміздің 20 жылдық мерейтойына арналған әнұранымызды қабыл алыңыз. Әні мен сөзін жазған мектебіміздің музыка пәні мұғалімі Қалиев Қолдан Балталы. Қарсы алыңыздар. Өнермен білім ордасы, бастауыш орта жоғарғы буын жалғасы, білім апталай түлектер ұшқан ұядар, ертеңгі ұрпақ бүгінгілердің жалғасы. Гимназия жайлы мекені, сендерсің білмей қайғы некенін. Білікті ұстаз, білімді шәкір, мен өздеріңді мақтан етемін. Ұстаздар бізге жанашыр еді, көзімнің мөлдір қарашық еді. Тәрбие білім ұштасқан мекен, гимназиям дәрісі менің. Өзіңде оқып, сан тілек ұшты нешеуі. Ұрпаққа бізде тарих боп қалды кешегін. Елің мен жерің жанынан артық құрметтер, отанын сүйер ұрпағың болып өсемін. Гимназиям жайлы мекені, сендерсің білмей қайғы некенін. Білікті ұстаз, білімді шәкір, мен өздеріңді мақтан етемін. Ұстаздар бізге жанашыр еді, көзімнің мөлдір қарашық еді. Тәрбие білім ұштасқан мекен, гимназиям дәрісі менің. Білімді шәкір күтеді үміт есенен, жаңарған білім алуға әркез белсенем. Ұстаздар берген білімнің шығып шыңына, гимназиям биіктей берсін мәртебе. Гимназиям жайлы мекені, сендерсің білмей қайғы некенін. Білікті ұстаз, білімді шәкір, мен өздеріңді мақтан етемін. Ұстаздар бізге жанашыр еді, көзімнің мөлдір қарашық еді. Тәрбие білім ұштасқан мекен, гимназиям дәрісі менің. Қымбатты қонақтар, ата-аналар, ұстаздар, көрермендер, аяулы шәкірттер, мектебіміздің мерейлі 20 жас толуына арналған концертіміз өз мәресіне жетті. Әр жаңа оқу жылы табысы да жетістікке толы болсын достар. Мектеп гимназиямыздың беделі асқақтап, білімді шәкірттер көп болсын. Жаңашылда білікті, шығармашыл ұстаздарымыз аман болсын. Қош, сау болыңыздар.